кең өрісті кемел тұлға, ақын, жазушы, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Әдібай Табылдиевтің 95 жылдық мерейтойына арналады. Құрметті оқырмандар, Әдібай Табылдиевтің 95 жылдығына орай ұйымдастырылып отырған кең өрісті кемел тұлға атты бағдарламамызды ұсынамыз. Әдібай Табылдиев 1926 жылы 2 қаңтарда Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Жаңа Тұрмыс ауылында дүниеге келген. 1944-1968 жылдары ауыл мектептерінде пионер-бажатый, оқытушы, оқу ісінің меңгерушісі, 1944-1950 жылдары мектеп директоры, 1950-1957 жылдары, 1969-1980 жылдары Қазақ Совет энциклопедиясының бас редакциясында педагогика, тіл әдебиет редакцияларының меңгерушісі. 1980 жылдан бері Қазақ ұлттық университетінде жалпы педагогика және этностық педагогика кафедрасында этнопедагогика, педагогика және оқыту-тәрбиелеу әдістемелері бойынша дәріс беріп келеді. 1959 жылы жарық көрген «Бөбекке сөз» кітабынан бастап, 2001 жылғы «Қарлы таң балалар» атты таңдамалы жинағына дейін балаларға арналған 31 кітабы шығарылды. Үлкендерге арналған «Ана жүрек», «Жырлайды жүрек», «Қой бағу оңай ма», «Мен кіммін білесің бе», «Жыр өмір» кітаптары жарық көрді. Алыптардың алыбы, бәрекелді, кірпі, ғажайып бақ, тентек балапан, абайлаңдар сияқты ертегі пьесалары республикалық қуыршақ театрында 1969-1988 жылдары қойылды. Ұлттық тәрбие үйірімдері 2001 жылы, қазақ этнопедагогикасы 2001 жылы, қазақ этнопедагогикасын оқытудың әдістемесі, қазақ этнопедагогикасындағы құқықтық тәрбиесі атты оқу құралдары шыққан. Әдеп әліппесі 1997 жылы атты оқу құралы қазақ мектептерінде жеке пән ретінде, тәрбие құралы ретінде кеңінен пайдаланылды. Ғалымның халық тағылым, қазақ этнопедагогикасының методологиясы мен мәдениеттану мәселелері 2000 жылдан тағы басқа ғылыми монографиялық еңбектерін жоғары мектеп оқытушылары мен оқыту-тәрбие ісіне пайдаланып жүр. Ыбырай Алтынсарин атындағы сыйлықтың иегері болып табылады. Қазақ КСР оқу ісінің озаты, бірнеше медалдар мен құрмет грамоталарының иегері болып табылады. Дәріс залының төрі ол үшін қай мінберден де жоғары. Осы жасқа келгенше шәкірт тәрбиелеп, ұстаздық етуінің де сыры осында болса керек. Қарияның даналық дәрісіне қатысқан біз осылай ой түйдік. Егер шын ұстаз болсаң, өзің жұмысыңды алға баса береді дағы, еш уақытта шаршамайсың. Қызық болады. Баланың көңілін табу, баланы қуанту, балаға білім беру деген үлкен қуаныш қой. Белгілі қаламгер Әдібай Табылдының балаларға арналған өлең, жаңылтпаш жұмбақтарын мектеп қабырғасында жүріп оқып өстік. Одан өзге бірнеше прозалық, сатиралық шығармалардың авторы. Алыптардың алыбы, бәрекелді кірпі, ғажайып бақ сияқты ертегі пьесаларда республикалық қуыршақ театрында қойылды. Қазір рубаяттар мен бәйттер атты еңбегін толықтырып аяқтау үстінде екен. Күнде қараймын, соның 4 рубаятты оқысам, соның 3-еуін түзетуге тура келеді. Өйткені жауапкершілік керек қой. Келешекте ой, мына жерде мына сөзді дұрыс
қолданбапты мына жерде мына кісі деген сөздің өзі үлкен таяқ болып тиеді маған. Атақты Гогольде өлі жандар романын 3 рет жазып, 4-шісінде өртеп жіберген деседі. Педагог ақынның 2200 рубаяттың 900-ге жуығын қайта өңдеуі, сол оқырман алдындағы жауапкершілікті терең сезінуі. Әдебиеттің барлық жанрында қалам тербеген ақсақалдың ғылымда бағындырған белесі тым жоғары. Қазақ этнопедагогикасының негізін қалаған ұстаздың әдеп әліппесі оқу құралы еліміздің барлық қазақ мектептерінде жеке пән ретінде оқытылады. Жоғары оқу орындарына арнап, қазақ этнопедагогикасы пәнін оқытудың арнайы бағдарламасын да жасады. Мейірбандылық, ізеттілік, салиқалылық. Ұстаз өз еңбектерінде қазақтың бойындағы осындай ұлттық мінезді ерекше атап көрсетеді. Сол қасиеттің барлығы Әдібай Табылдының да бойында бар. Әрбір қазақ ақсақалы осылай ғұмыр кешіп, осылай қартайса шіркін. Әдібай Табылды, зерделі. Бабалардың, даналардың сөзін жаттап зерделі. Халқын сүйеп салтын биік, қастеледі зерделі. Өнерлінің өлең жырын өрнектеп ол жаттағыш. Алғыр бала ата-анаға, ағайынға мақтаныш. Тергені көп көргені текті бала зерделі. Текті бала, бекен қандай ел кезек, берді ағайға жол кезек. Ағайға су етіңіз, алға қарай өтіңіз. Оқасы жоқ ұланым, ізетіңмен ұнадың, деп ағайда ұланды, жақсы көріп нұрланды. Елгезек жаз, өренді, ел де жақсы көреді. Жаңа күн, бүгін жаңа күн келді, бүкіл әлем гүлденді. Ол наурызтой береке, құтты болсын мереке. Шөбере сөзі, сәлем беру өрені, бабам жақсы көреді. Айналайын күнім деп ақ батасын береді. Баба сыйлар баламын, бабамызға барамын, ассалаумағалейкум деп ақ батасын аламын. Әдібай табылды қайлытан балалар, қарайлап танатты, алтын жабақ таратты, қайлытан балалар. Ден нұр тыныштық, әрбір бейбіт күн ыстық, қайлытан балалар, қайлытан балалар. Жарқырады қаламыз, жайнай түсті даламыз, қайлытан балалар. Аман отан панамыз, аман ата-анамыз, қайлытан балалар. Аман болсын. Ама болса анамыз, біз бақытты баламыз. Шынары. Шынары боп өсеміз, Шырағы. шырағы боп Жанамыз. жанамыз.